Түү, сіз де бір шаршаттыңыз ғой қайта-қайта. Немене, бала болып кеттіңіз бе? Деген Бану жорта ашуланып, баладай бұлтиып, мені нәзікте жып-жылы саусақтарымен ашуландырып алмайын дегендей ептеп қана ұрлаған болып, денесін көрпемен орап алды. Жаңа ғана тұнық суаттан мейірімім қанғанша сусындап, тояттаған мен Сахараның шөлінен келгендей қайта қаталап шөліркеп сала бердім. Оның омырауына дейін ашық еді. Аршыған жұмыртқадай әппақ иықтары менменшіл сезімнің құмар құрттарын қайта оятып құштарлық отын маздатты. Көрпенің бір шетін ашып, күйіп жанып жатқан қыздың ыстық құшағына сүңгіп, оны өзіме қарай тарттым. Ол орнынан тұрғанда қайыңдай балтырлары судан шошынып шыққан ақсазандай жарқ ете қалды. Сұңғақта сүйкімді сұлу ақ торғын көйлегін киіп ваннаға өтті. Ауаға сіңіп қалған хош иіс бас айналдырады. Тояттының тал бесігінде қаншама тербелсем де, тола бойында бір мін жоқ оның балғын денесін тағы да көргім келді. Жуынып келген Бануға көзімнің сұғын тойдырып ұзақ қарадым. Кеудесі көріктей бір көтеріліп, бір басылып жатқан ол әнтек жымиып, сұңғақ саусақтарымен шашымды тарағыштай бастады. Басымда сүйкімді бір шымыр ойнап, көзімді еріксіз жұма беріп қайта аштым. Оның тоқ балтырлары кімді де болса есінен тандыратын еді. Талықсып жатқан қыздың көздері соншалықты тұнық және тұңғиық. Осы тұңғиық тереңіне жұтылып бара жатқанымды сезіндім. Бану, әу, сен қандай сұлусың? Тіптен сөзім жетпейді. Ендіше, өзің хас шебердің қолынан шыққандай мінсіз денесін білетін, әрі онысын жігіт алдында бұлдай алатын қыз тәкаппар паң болады емес пе? Ал кешелі бері махаббат көлінде бірге шомылып жатқан ол шолжаң баладай еркелей күлді. Бөлмеге мөлдір моншақтар шашылып түскендей маңайымыз сәулеленіп сала берді. Біз ас бөлмесіне өттік. Шарап ішесің бе? Аздап. Шай қойсам қайтеді? Қажет емес. Бәлкім кофе ішерсің? Мейліңіз. Мен 2 бокалға қызыл қошқыл шарапты орталап құйып, бірін Банудың алдына қойдым. Не үшін ішеміз? Бақыт үшін. Бану мырс етіп күлді. Неге күлесің? Бақыт дегенге сенесіз бе? Сенемін. Ал мен сенбеймін. Неге? Ол ұзақ әңгіме. Қанша ұзақ болса да тыңдауға дайынмын. Біреудің талайлы тағдыры біреуге қызық болмайды. Сізді жалықтырып алмайын ба? Сенің әңгімеңді тыңдап, қасыңда осылай отыра беруге жалықпас едім. Ал ол жалықты. Оның кім? Сатқын. Сатқын несі? Сатқын болып туған соң құбыжық күйінде қалатта. Мен оның әппақ мәрмәрдай иығынан құшақтап мойнынан сүйдім. Бану бокалға шарапты сарқытып ішіп құйды. Қашаннан ішесің? Нені? Шарапты. Сатқынға жолыққалы ішіп келемін. Оны жек көретін секілдісің. Я, иттің етінен жек көремін. Бұрын соңды көрмеген, білмеген бақталасымды мен де іштей жек көре бастағанымды байқадым. Ішімді қызғаныштың қызыл иті тырмалады. Егер оны тап қазір кездестірсем, түтіп жеуге бармын. Бірақ ол көрінбеді. Көрінбейтіндей еді. Бануды не үшін қызғандым? Әлде оны ұнатып қалдым ба? Бәлкім жалт ете қалған ұшқыр сезім өкінішті жаңбыр секілді селдетіп өте шығар. Не дегенмен бұл махаббаттан тысқары беймаза бір толқынды тербелседі. Ішкі жан толқыныстарымды қыздарға тән сезімталдықпен тап басып тани алған Бану мен өзіне тартып құшақтады. Менің буырқанған бура бұлқыныстарым бірте-бірте басылып, оның сұлу келбетіне тоймай тесіле қарадым. Сен осы соншалықты жек көрсең де ұмыта алмаған сияқтысың. Қайтесіз оны? Оны айтқанда даусыңда діріл пайда болады екен. Рас па? Рас. Сүйесің бе? Сіз не деп тұрсыз? Ол орнынан долдана тұрды. Сұлудың сұрланғанда соншалықты сүйкімсіз болар ма? Мұрны қу шүйіп көзден от шашырады. Япырмай, мынадай қас сұлуды күресінге көзі қиып тастаған қандай табаны тайғақ жүрегі жоқ пенде еді. Тағдыр талқысына түскен тәкаппар қызды одан әрі қинағым келмеді. Тағы да қиыңызшы. Мас болып қалмайсың ба? Менің мас болғым келеді. Өмірдің өкініштері мен өңмендіктерінен мас болып құтылу мүмкін емес. Оны кім білмейді. Енді неге ішесің? Ішкім келген соң ішем. Бәлкім осы жетер. Немене, шарабыңызды қимайсыз ба? Қызықсың. Адам шарапты қимай ма екен? Бірақ жоқ,
мен бір жұтым ғана ішемін. 2 бокалға шарапты тағы да орталай құйып шықтым. Бұл жолы тілек айтқым келмеді, өйткені Бануға қай тілек те ұнамас еді. Тілек айтпайсыз ба? Мен аңырып қалдым. Айтайын. Тағы да сол бақыт үшін бе? Жоқ, бұл жол екеуміздің кездескеніміз үшін. Бұған ішуге болады. Бану жымың етіп күлді де бұл жолы шарапты сарқып ішті. Менің жатқым келеді. Балбырап тұрған қызды көтеріп алдым да төсекке қарай жүрдім. Оның жұпар иісі, буырқанған шаштары ерекше бір нәзік те сиқырлы сезіммен бетімді қытықтады. Банудың қызыл бүлдіргендей еріндеріне сүліктей қадалдым. Біз арада едәуір уақыт өткен соң асханаға қайта өттік. Мен сізді жақсы көрем, сіз мені жақсы көресіз бе? Иә, еркектер үнемі осылай айтады. Бәрі емес, түгелдей. Соның ішінде мен де барым ба? Барсыз. Дауласа алмадым. Аттың сыры иесіне мәлім. Үндемей қалдыңыз ғой. Сенімен келісетін сияқтым. Келіспей қайда барасыз дегендей, ол шешімінің дұрыс шыққанына масаттанып сыңғырлай күлді. Сосын жеңісіне мәз болған жас баладай қуанып, мені сүйректей сұлу саусақтарымен түртіп қойып, басын иығыма сүйреді. Жаңа бір әңгіме айтам деп едің. Соның сізге керегі бар ма? Бар сияқты. Ендеше айтайын. Жек көріп кетесіз ғой. Сен жек көруі мүмкін бе? Бану теріс қарап аунап түсті. Иығының солқылдағанына, қолдарын көзіне жиі апарғанына қарап, оның жылап жатқанын білдім. Оны қалай жұбатудың есебін таппадым. Ол жұбаныстан ұзақ жылады. Енді оны осы жұбанбаған күйі орнынан тұрып, қоштаспастан кетіп қалатын шығар деп ойладым. Бірақ ол бері қарай аунап түсті де. Сізді ренжітіп алған жоқпын ба? Деп сұрады. Түр ештеңе болмағандай жадыраңқ еді. Жоқ дедім мен, аузыма басқа сөз түспей. Егер сіздің уақытыңызды бос қалмасам, жүрегіңізге қаяу түсірмесем, айтайын, әңгімем ұнамаса ескертесіз. Жарайды. Көңіл құйынның қалай құбылғанын қыздың бетіне ойнап шыға келген жұқалтаң арай анық аңғартқандай еді. Ол ішкі толқыныстары мен жан тербелістерін қанша жасырғысы келгенмен ойнамалы жүзі сыр ашып алды. Кешіріңіз, деді қыз өзінен өзі қымсынып. Оқас жоқ. Ол неден бастасам екен дегендей еріндерін қымтырып біраз отырды. Енді оны қамшылағым келмеді. Бәрі де сол жоқшылықтың кесірі ғой, деді ол. Маған бір топ үйрек айдын көл дүр-дүр етіп ұшқандай сезілді. Қызға тіктеп қарамадым. Оның өңі тоба сарып, еріндері құрғап бара жатқанын ішім сезді. Ала көлеңкеде оның даусы құмығып шықты. Жоғары оқу орнына түскеніммен грант бұйырмады. Әке-шешемнің жиған тергені 1-ші курстағы сарқылды. Енді не болар екен деп жүргенімде құрбыларым ақыл қосты. Содан 2-3 қыз мейрамханада даяршы болып жұмыс істей бастадық. Бірақ оның қаржысы ешқандай жыртығымызды жамай алмайтын болмашы ғана тиын тебен еді. Шынын айтсам, әбден азып тосып кеттім. Бәріне қолды бір-ақ сілтеп ауылға тартып кетейін десем, оқуымды, құруларымды қимадым. Сіз білесіз бе, мектепте оқып жүргенімде шіркін, жоғары білім алып, білікті маман болсам ғой деп армандайтынмын. Мақтанғаным емес, сабақты жақсы оқыдым. Университетте сабақты жақсы оқығандарды ақысыз курсқа көшіреді екен дегендерді бекершілік пе деп қалдым. Пәтерге, тамаққа, жүріп тұруымызға, сейіл серуенге, универге көп теңге керек еді. Ауылдағы әке-шешемнің шама-шарқы белгілі. Бану осы жерге келгенде сөзін кілт тоқтатып, жүзіме барлай қарады. Менің бет жүзімнен құбылмалы қитұрқылық белгілерін таптымау шамасы әңгімесін қайта жалғады. Сөйтіп, сансырап сүйретіліп жүргенімде барлық бәлені Зағипа бастады. Бір кісімен таныстырамын, үлдемен бүлдеге орап қояды, деді ол. Бастапқыда маған неге бұлай дейсіз деп, ер тоқымды бауырыма алып туладым. Оны суқаным сүймеді. Бірақ бұл сыржыландай жалынып, күндіз-түні құлағымның құрыш етін жіберді. Солай оның құрған торына жылан қарып алған торғайдай топ ете түстім. Зағипа ақыры мен дегеніне көндірді. Сол күні шағын мейрамханада Зағипа мені онымен таныстырды. Жасы келіп қалған кісі екен, алайда сонысына қарамай маңғаз, өзінше тәкаппарлау біреу. Мінезі кіді, айтуынша байлыққа белшесінен батып қалған. Бақтарыңа енді жолықтың, деді Зағипа. Ол мені бір көргеннен-ақ ұнатты. Тіпті өлердей ғашық болып десем қателеспеймін.
Аспандағы айдан басқасының бәрін алып берем деді. Жасыратын несі бар, солай етті де. Дегенде 2 бөлмелі пәтер жалдап берді. Бөлмелері жаңа жиһазбен толтырылған. Енді мен сабағыма, тамағыма, жүріс-тұрысыма теңгені қайдан алам деп уайымдамайтын болдым. Есесіне ол шектен тыс қызғаншақ еді. Автокөлік жүргізушісіне менің жүрген тұрғанымды аңдытып қойды. Ақымақ емеспін ғой, мен де аяғымды қия баспауға тырыстым. Бір жолы бұлай болды. Пәтеріме курстас құрбымды ертіп келе қалмайым ба? Жалғыздан жалғыз ішқұса болып өлуге айналдым. Қырқсы жалғанда ол есікті қағып тұр. Құрбым менің мына жасырынбақ ойынымнан бейхабар еді. Мындай қорланбаспын. Үйде бөтен жанның бар екенін біліп қатты ашуланды. Көкем келіп қалды деп құрбымды түн ішінде таксиге салып жібердім. Әрине ол қандай көкемнің келе қалғанын біліп кетті. Содан бері пәтерге ешкім бас сұққан емес. Бөлмеде не керектің барлығы да бар. Дегенмен жалғыздық әбден шаршатып біткен еді. Осы апта аралатып қонып кетеді. Кейде 2-3 күнге келеді. Мұндайда пәтерден шықпаймыз. Әр келгенде ол қалта телефонын өшіріп тастайтын. Несін айта берейін, универді бітіргенше бетіме ешкім жел болып тиген жоқ. Ештеңеден таршылық көрмедім. Есесіне ауылдағы әке-шешемнен, бауырларымнан, курстас құрбыларымнан бірте-бірте жырақтап бара жатқанымды анық сезіндім. Ол жазғы каникулда ауылға 1 аптаға ғана жіберуші еді. Менің табан астында өзгеріп шыға келгеніме несін айтасыз, барлығы қайран қалды. Анам байғұс астарлап сыр тартушы еді. Күндіз оқып түнде жұмыс істеп жүрмін деп құтылатынмын. Анам менің күнде қандай жұмыс істеп жүргенімді қайдан білсін. Ал әкемнің қарасарға қотыр ешкісі де жоқ. Анам ауыр күрсінеді. Менің жүрегім парша-парша болып сөгіледі. Алғашында осы жүрісіме қатты қысылатынмын. Сөйтсем универдің қыс-қырқыны бір-бір көкке тауып алған екен ғой. Ал бай бағландардың қыздары желігіп түнгі клубтардан шықпайды. Астарында қымбат көлік, ауыздарында қымбат шарап, қымбат темекі. Беттері жылтырағанмен, сөздері өктем болғанмен көбісінің аяғы сұйық. Осыларды білген соң өзімді кінәлай да бермейтінмін. Тіпті еркінсіп, бойым жеңілдеп қалады. Алдымнан үміт жамын жанғандай болады. Бану ауыр күрсінді. Жандарынан жақұттай моншақтар төгіліп, ақша ізінде төмен қарай сырғанақтап қылдилай берді. Мен оның көз жасын сүрткенім жоқ. Ол да сүйріктей сұлу сауыттарымен іліп тастамады. Іштегі шер мұң толықса шығады. Оны жұбатқансып күлгірсігім келмеді. Хас сұлудың жылағанының өз қайталанбас ғажайып сурет секілді. Япырай, жаратқан адамды осылай мінсіз жаратады екен-ау. Жас кезімде ертегілерден перінің қызы дегенді оқушы едім. Көрген адам есін танып қалады делініп суреттелетін. Дала кезіп жынданып кетеді деседі. Мына қыз перін әлісінен емес пе деген. Бану жылап емес, балқы беріп жатқандай көрінді маған. Шарап ішеміз бе? Деді ол басын көтеріп. Ішеміз. Ол жібектей толқынды шашын сілкіп тастап, басын кеудеме қойды. Өн бойымды ыстығылеп шарпыды. Оңашада санамды тағы оқшау тілек сансыратты. Кейін, деді ол менің тағатсыз тілегімді әйелдерге тән түйсігімен сезініп. Ол маған қарап күлімсіретті, ақ торғын көйлегін киіп алды. Мен манаскүнеммін, деді ол шарап толы бокалды сығымдай ұстап отырып. Қайдағын айтпашы. Сіз білмейсіз ғой, пәтерімде ішімдіктің түр-түрі толып тұрды. Ол әсіресе вискиді көп әкелуші еді. Вискиді сен де ұнатасың ба? Жоға, онда вискиді кіммен ішеді? Әлде достарын ертіп келуші ме еді? Жоқ, үйге достарын ертіп келмейтін. Сонда ол вискиді жалғыз өзі іше ме? Я, сен ше. Мен алғаш жұмсақ шарап ішіп жүрдім. Үйрене келе арақтан да тартынбайтын болдым. Түсінікті. Ол айтқанын істетуші еді. Сабақ ше. Жайына қалды. Сонда курстан курсқа қалай өтіп жүрдің? Тәйір, солда сөз болып па? Теңге деген тәңір барда, сабақ деген шұбақ емес пе? Дәуренін жүргізген ақ екен. Бану бокалына шарапты қайтадан толтырып алды. Темекінің мен көрмеген ерекше түрін ерініне қыстырып, оттықты жарқ еткізіп тұтатты. Қою түтін сақина болып долдана өбірлеп, шеңбер жасап, қалқи ұшты. Оның түтін шығарғанда еріндерін түртітіп алатынына өзіне жарасады екен. Темек гүлін піл салғышқа балаң үйрек саусағымен шертіп түсірген ол әңгімесін бұл жолы сұратпай-ақ бастады. Биыл қолыма көптен армандаған диплом тиді. Бірақ қуанышым ұзаққа бармады.